құрметті көрермендер. Сәлем достар. Рика телеарнасындағы Тілдәрім бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге Даная, Райымбек және мен Гүлханым. Құрметті көрермен, бүгінгі Тілдәрім бағдарламасының саны ерекше болмақ. Себебі біз осы маусымда сіздермен соңғы рет қауышпақшымыз. Өзім тіпті қобалжып тұрмын. Жаз бойы қаламыздың түкпір-түкпірінде сан қилы тақырыптарды талқылап, кішкентай көрермендерімізге паш еттік. Қызықты айдарларда біз түрлі мамандықтарды игеру, сурет салу, тіпті спортпен шұғылдануды үйрендік. Дегенмен, Тілдәрім бағдарламасының басты мақсаты үш тұғырлы тілді насихаттау және де 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні. Осыған орай тіліміздің маңызы мен мәніне айрықша тоқталуды жөн көрдік. Гүлханым, Райымбек, сіздерге жұмбақ жасырып көрейінші? Жасырып көр. Бірін-бірі қоштаған 32 дос жаран. Тауып көріңдерші. Ол алфавит қой. Дұрыс айтасың, Райымбек. Райымбек, ендеше маған алфавит сөзін жазып берші. Жарайды. Жарайсың, Райымбек. Мен де латын әліпбиімен жақынырақ танысып, қызықты ақпараттарға куә болдым. Мінекей, бағдарламамыздың үзбесте келе жатқан жаңа әліпбиді бірге үйренейік айдары да аяқталып қалды. Ендеше айдарымыздың соңғы санына кезек берейік. Сәлем достар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Көңіл күйлерің қалай? Балалар, сабақтың алғашқы күндері қалай өтуде? Жақсы өтуде. Бізде қайталау сабақтары жүріп жатыр. Керемет. Ал күні бүгін қандай мереке тойланғанын білесіңдер ме? Иә, білемін. Халықаралық тілдер күні. Жарайсың. Салтанат, бізге тілдер туралы ақпарат айтып бересің бе? Әрине, қазір дүние жүзінде 6000 түрлі тіл бар. Әлемде 50 миллионнан астам халық қолданатын жалпы тіл саны 13. Егерде қолданатын жан санының аз көптігіне қарай бөлетін болсақ, онда рет мынадай болмақ. Қытай тілі, хинди тілі, ағылшын тілі, итальян тілі. Бұл тілдер 65 мемлекетте мемлекеттік тіл ретінде қолданылады. Дүние жүзінде ресми тіл саны 6. Қытай тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, итальян тілі, француз тілі және араб тілі. Балалар, сендер көп тілмен келген қазақтың ғалым, ақын жазушыларын білесіңдер ме? Ендеше айтып өтейін. Шығыстың ғұламасы Әл-Фараби 70-ке жуық тілді меңгерген. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы қазақ, орыс тілдерімен қатар парсы, араб тілдерінде игерген. Тіпті Ақтөбе қаласында дүниеге келген профессор Құдайберген Жұбанов та көп тіл білген кісі, тіпті жапон тілінде игерген. Балалар, бос уақыттарында өзге тілді меңгеріп, өздеріңді дамытуға күш салыңдар. Себебі тілді меңгеру қазіргі заман талабы болып саналады. Қандай қызықты ақпарат. Бүгін Тілдәрім бағдарламасының соңғы саны. Демек, жаңа әліпбиді бірге үйренейік айдары да аяқталып қалмақ. Ендеше балалар, латын әліпбиінің соңғы әріптерімен танысуға кірісейік. Құрметті көрермен, жаңа әріппен таныспастан бұрын бағдарламамыздың алдыңғы санда өткен әріптерді бір қайталап өтейік. С, Ш, Т. Ерсұлтан, сен С әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Сандық. Жарайсың. Сандық. Ал Шамшырақ, сен Ш әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Шаш. Жарайсың. Шаш. Ал Ерсұлтан, сен Т әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Тіл. Жарайсың. Тіл. Жаңа әріппен таныспастан бұрын менің дайындаған жұмбақтарым бар. Жауабын бірге тауып көрейік. Ендеше менің алғашқы жұмбағым: Кесе, шыны, пияла, оларсыз шай құямы, қасықсыз тамақ жемейміз, бәрінің аты не дейміз? Ыдыс. Жарайсың, Ерсұлтан. Енді ыдыс сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Ыдыс сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Ыдыс. Мысықта бар, күшікте жоқ. Ыдыста бар, алмада жоқ.
Жарайсың Шамшырақ. Бүгінгі жұмбақтан шешуіне байланысты танысатын алғашқы әрпіміз «ы» әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. Ол үлкен «ы» әрпі. Ал мынау кішкентай «ы» әрпі. Ерсұлтан, сен де жазып көр. Жарайсың Ерсұлтан, енді Шамшырақ, сен де байқап көр. Жарайсың. О. Енді келесі әріппен таныспастан бұрын менің дайындаған тағы бір жұмбақтарым бар. Ендеше менің алғашқы жұмбағым. Көп болса алыстайсың, мезетпен қашықтайсың. Асықсаң аз болады, табасың мұны қайсысың. Уақыт. Жарайсың Ерсұлтан, енді уақыт сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Уақыт сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Уақыт. Келесі жұмбағым. Имек бүйір ұшының бұйдасы бар, қырлы сүйір ұшының ұясы бар. Уақ. Жарайсың Шамшырақ, енді уық сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Уық сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Уық. Балалар, бүгінгі біздің танысатын екінші жаңа әрпіміз «у» әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. «У» әрпі осылай таңбаланады. Енді Ерсұлтан, сен де жазып көр. Жарайсың Ерсұлтан, енді Шамшырақ, сен де жазып көр. У. Енді соңғы әріппен танысу үшін жұмбақтар тізгінін жалғастырайық. Ендеше алғашқы жұмбағым. Ұшады қанатсыз, зырлайды аяқсыз. Сауабы зымыран. Жарайсың Ерсұлтан, енді зымыран сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Зымыран сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Зымыран. Түрі жылқы бейнесі, жолақ жейдесі. Жауабы зебра. Жарайсың Шамшырақ, сен жұмбақтың жауабын дұрыс таптың. Енді зебра сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Зебра сөзі латын қарпімен осылай жазылады. Зебра. Бүгінгі біздің латын әліпбиінің ең соңғы әрпімен танысатын боламыз. Бұл «з» әрпі. Сіздерге оның таңбалануын көрсетейін. Бұл үлкен «з» әрпі. Ал мынау кішкентай «з» әрпі. Ерсұлтан, сен де жазып көр. Жарайсың Ерсұлтан, енді Шамшырақ, сен де жазып көр. З. Мінеке, құрметті көрермен, латын әліпбиімен толық таныстық. Құрметті көрермен, егерде латын әліпбиін игеруге ниеттенсеңіздер, бағдарламамыздың толық сандары Рика телеарнасының ресми сайтына жүктелген, кіріп қарауларыңызға болады. Ал ендеше тілдарын бағдарламасының жаңа әліпбиді бірге үйренейік атты айдарында сіздермен бірге игеріп, оны үйретуге көмектескен балаларды ортаға шақырайық. Сәлем балалар. Сәлем Салтанат. Балалар, сендер осы айдарда не үйрендіңдер? Латын әліпбиімен таныстық. Жаңа әліпби туралы қызықты ақпарат білдік. Жарайсыңдар, ал енді айтыңдаршы, бұл айдардағы несімен ерекшеленеді? Жұмбақтардың жауабын таптық. Сөз жұмбақтарды шештік. Және мақалдардың жалғасын таптық. Сонымен бірге түрлі ақпараттармен таныстық.
Құрметті көрермен, байқағандарыңыздай, балалардың бір шама дәрежеге жеткені байқалады. Сіздердің де латын әліпбиін толықтай меңгеруге ықпал етті деп сенеміз. Бағдарламамыздың соңғы саны тілдер мерекесіне тұспа-тұс келіп тұр екен. Ендеше балаларымыздың жүректен шыққан лебіздерін қабыл алыңыздар. Құрметті көрермендер, тілдер мерекесі құтты болсын. Қазақ тілінде жетістіктер көп болсын. Ана тіліміз айбарлы болсын. Ана тілімізді құрметтейік. С Днем языков народа Казахстана. Мирного неба над головой. Процветания нашему родному языку. I wish you new hopes. Peaceful sky above your head. Осымен тілектер тізгін аяқталды. Қадірменді кішкентай көрермен, келесі маусымда кездескенше сау болыңыздар. Ыдыс, посуда, dishes. Уақыт, время, time. Уық, мины, onions. Зымыран, ракета, rocket. Зебра, zebra, zebra. Мына гүлдердің әдемісін ай. Расында да өте әдемі екен. Тілдерін бағдарламасына атсалысқан барша ұстаздарға тарту еткім келеді. Гүлханым, несіне алаңдайсың? Бізде түрлі бұйымдар жасайтын, он қолына өнер тамған, шеберлер жиналатын, қол өнер, сырлы өнер айдарымыз бар емес пе? Дұрыс айтасың, Райымбек. Сонымен қатар осы бұйымдарды жасап көрермендерге көрсетуде еңбекші ұстаздардың маңызы өте зор. Ендеше қолдан гүл жасап үйренейік. Бәлкім ол ұстаздардың да мерекелік бағдарламаға айтар лебіздері бар шығар. Көп созбай, келесі айдарға кезек берейік. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сәлем, көрермендер. Сәлем, достар. Ербол, Мадина, алдымызда қандай еліміздің үлкен мерекелері келе жатыр? Білесіңдер ме? Мен білемін, 1 қыркүйек білім күні. Жазғы демалыстан кейін балалар мектепке барады. Мен мектепке барғым келеді, ұстазыма барып, достарыма асығып жүрмін. Жарайсыңдар балалар. Елімізде 1 қыркүйекпен қатар 5 қыркүйек тілдер мерекесі келе жатыр. Сендердің өскенде үлкен, білімді, ақылды, саналы, еліміздің қазақ тілін құрметтейтін, ағылшын тілі мен орыс тілін үйренетін білімді азамат болып өсулеріңе тілектеспін. Апай, біз бүгін не жасаймыз? Осы үлкен мерекелерде достарымызға, анамызға сыйлауға болатын ішіне тәтті оралған гүлдер жасаймыз. Алақай. Сендер гүлдерді ұнатасыңдар ма? Я. Жақсы, олай болса, осы гүлдерді жасауға бізге қажет болатын заттар гофра қағазы, түрлі түсті тәттілер, бамбук таяқшалары, жіп, желім және қайшы қажет болады. Дайынбыз ба, балалар? Я. Ендеше бастайық. Апай, бірінші неден бастаймыз? Біз ең алдымен түрлі түсті гофра қағазының шетін өзімізге қарай бүктейміз. Қазір мен сіздерге көрсетсем, сіздер менің соңынан қайталайсыңдар, балалар. Шетін бүктегеннен кейін саусағымыздың көлеміне қарай қағазымызды бүктеп ішке қарата ширатамыз. Міне, көрдіңіздер ме? Балалар, сендер қандай гүлдерді ұнатасыңдар? Мен раушан гүлін ұнатам. Өткені ол менің ауамда өседі. Көктем келгенде қызғалдақ теруді мен ұнатамын. Жарайсыңдар, балалар. Әрбір гүл табиғаттың ерекше жұмбағы. Қарапайым болса да, кішкентай болса да, әрбір гүлдің ерекше қасиеті бар. Мысалы, өткен ғасырда серілер өз сүйіктісіне махаббатын білдіру үшін шие ағашының гүлін сыйлаған. Және де
өз сүйіктісіне үйленуге ұсыныс білдіру үшін ақ раушан гүлін сыйлаған және оның жауабы ретінде дәстүр гүлді күтетін болған. Ербол, Мадина жасап болдыңдар ма? Я, апай, енді де істейміз. Жарай, өте әдемі шыққан екен. Енді біз тәттімізді бамбук таяқшасына ораймыз. Кішкентай көрермендер, қазір Ербол мен Мадина гүл сөзінің екі тілдегі аудармасымен таныстырады. Ербол, гүл сөзі орысша қалай айтылады? Цветок. Жарайсыңдар балалар. Мысалы, ботагөз гүлі барлық тілде де бір мағынаны береді екен. Мысалы, орыс тіліндегі мағынасы незабудка болса, ағылшын тіліндегі мағынасы forget me not екен. Қандай қызықты. Иә, балалар, гүлдер туралы көп нәрсе оқып үйренуге болады. Апай болдық. Енді біз осы тәттімізді түрлі түсті гофра қағазының ішіне желімнің көмегімен әдемі етіп ораймыз. Балалар, сендер де менің соңымнан қайталаңдар. Орап болған соң, қағазымыз сағатылып кетпес үшін жіппен мықты етіп бекітеміз. Біз гүлімізді жасап болып қалдық. Енді гүліміздің жасыл жапырағын жасаймыз. Біздің әдемі гүл шоқтарымыз дайын болды. Осындай әдемі гүлдерді сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Шынында өте тамаша шыққан екен. Осы гүлдерді біз барлық осы айдаға түскен барлық апайларға сыйласа қалай болады? Тамаша идея. 3 ай бойы бізге қолөнердің қыр-сырын үйретіп қана қоймай, танымдық ақпараттармен бөліскен ұстаздарымызға осы әдемі гүл шоқтарын тарту етейік. Сәлеметсіңдер ме балалар? Саламатсыз ба? Қандай әдемі гүлдер. Балалар, мына әдемі гүлдерді өздерің жасадыңдар ма? Иә, апайды көмегімен жасадық. Жарайсыңдар балалар. Рахмет, көп-көп. Рахмет. Құрметті ақтөбеліктер және кішкентай көрермендер, сіздерді тілдер күнімен құттықтаймын. Тіліміздің мерейі үстем болсын. Қол өнер, сырлы өнер айдары балаларымыздың ұсақ қол моторикасын дамытып, және тақырып бойынша түрлі мағлұматтар алуға зор үлесін қосты. Дорогие активинцы, поздравляю всех с Днем языка. Желаю, чтобы наш язык всегда развивался и рос. Передача Тильдарин дает возможность изучать 3 языка одновременно. Желаю, чтобы наши дети всегда были здоровыми и счастливыми. И побольше таких проектов. Dear friends and all Kazakh people, as our president says that Kazakh language is our official language, Russian is a language of communication, and the English language is a language of economic development. I congratulate you with Language Day. I wish you all the best, health and wealth. Тілдарын бағдарламасының кішкентай көрермендері, сіздерге тілейтінім бағындырар биіктеріңіз, алар асуларыңыз көп болсын. Әрқашан ата-аналарыңыз аман, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Ал құрметті көрермендер, келесі маусымда жүздескенше сау болыңыздар. Гофра қағазы, гофрированная бумага, corrugated paper, тәттілер, сладости, sweets, бамбук таяқшалары, бамбуковые палочки, bamboo sticks,
жіп, нитка, thread. Желім, клей, glue. Қайшы, ножницы, scissors. Гүл, цветок, flower. Жұпарлы гүлді қырдан таптым, өміршең өзіміздің тілден таптым. Баршаңызды Қазақстан халқы тілдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қай халықта болмасын, құдіретті әрі қастерлі, әр елдің жаны. Еліміздегі 3 тұғырлы саясат күннен күнге дамып жатыр. Дұрыс айтасыңдар, көп тіл білген қазіргі заманға сай. Және де тілдәрін бағдарламасына қатысқан кішкентай бүлдіршіндеріміздің осы мерекеге орай арнаған тілектерін қабыл алыңыздар. Құрметті біздің көрермендер, сіздерді тілдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Менің осы мерекеге орай дайындаған өлеңім бар, қабыл алыңыздар. Ана тілім, жүрегімсің анамның. Жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін. Сенсіз мынау керегіне ғаламның. Сенің әрбір тынысың мен күн кешем. Сен арқылы тіршілікпен тілдесем, ел бетіне қалай түзу қараймын. Ана тілім, егер сені білмесем. Дорогие зрители передачи «Тильдарен», от всей души поздравляю вас с Днем языков народа Казахстана. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия семьи. Құрметті достар, осы бағдарлама жайында бір ауыз сөз айтып кетейін. Осы бағдарлама маған 3 тілді меңгеруге және сөздік қорымды көбейтуге көмектесті. 7 тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп. Қадыр Мырза Әли атамыз айтып кеткендей, біз өз тілімізбен мақтан тұтамыз. Болашақта тілімізге көркемдік, кең етек жаюына тілек білдіреміз. Тілдарым жобасы арқылы біз болашақ тіл, яғни латын қарпімен жазып үйреніп қана қоймай, сонымен қатар қызықты да танымды ақпараттармен таныстық. Сондықтан да мен осы тілдарым жобасына алғысым шексіз. Қазақстанның әрбір азаматын тілдер мерекесімен құттықтаймын. Тілдарын мен үшін ең қызықты жоба. Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляем Днем языков. Пусть ваши мечты сбудутся. Проект Тильдарен дал мне возможность узнать нового больше. May your dreams come true. Тильдарен forever. Тіл деген алып мұхитты бітірең, піспегі толқын шашқан күбі ерен. Қадырын тілдің сұра сақаулардан, көзіне жас алып бір күбірлеген. Тіл деген жарық жұлдыз аспандағы, арманыңа қиял жетпес баспалдағы. Қадырын тілдің сұра мұлқаулардан, көліне ұшпай қалған қасқалдағы. Тіл деген адастырмас темір қазық, өрісі магнитінің өмірге азық. Қадырын тілдің сұра кереңдерден, сөйлеуді арман еткен көңіл жазып. Құтты болсын тілін бүгін, ашатын жан сарайын білімдінің. Кешегі анан айтқан, бабан айтқан, тіліне зер салындар бұрынғының. Друзья, поздравляю вас с Днем языков и желаю, чтобы у вас всегда находились те слова, с помощью которых можно выразить любые эмоции, чувства, желания и надежды. Достар, бол жақсылық болсын. Қазақша сөйлеп, қазақша ән айтайық. Программа «Тильдарен» одна из самых лучших. Достар, бағдарламамыздың қай айдары сіздерге ерекше ұнады? Олай бөліп айту мүмкін емес қой. Әр айдардың өзіндік ерекшеліктер менен берері мол. Әрине, дегенмен маған түрлі тәттілер дайындайтын жас аспаз айдары ұнайды. Жарайсың, құрметті көрермендер. Бағдарламамыздың әр санында Ақтөбе облысының тілдер дамыту басқармасының тілдер оқыту орталығы деген жазуды байқап жүрген шығарсыздар. Иә, Тильдарен бағдарламасын 3 тұғырлы тілде сөздермен, жаңа сөздермен таныстырып, әр апта сайын сөздермен қауышуына осы орталық негіз болып ол. Тамаша, мен де оқимын, бірақ көрмеппін. Ендеше дәл қазір осы орталықтың Тильдарен бағдарламасына қатысты пікірлері мен ізгі тілектерін тыңдайық.
Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің кішкентай көрермендер. Сіздерді 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Көп тіл білсең, көкжиегің кең болар демекші, сіздер осы тілдардың бағдарламасы арқылы қазақша, орысша, ағылшынша білімдеріңізді жетілдіріп, қазақ тілінің жаңа әліпбиі, латын графикасы туралы ақпарат алдыңыздар. Латын әліпбиіндегі түрлі әріптермен танысып, оларды жазып, оқып жүрдіңіздер. Және де қызықты жұмбақтарды шешіп, түрлі мақал-мәтелдермен де таныс болдыңыздар. Балақайлар, осы алған білімдеріңіз алдағы уақытта да өздеріңізге көп көмегін тигізеді деген ойдамыз. Ендеше, келесі жылы жаңа маусымда шығатын тілдардың бағдарламаларын жіберіп алмаңыздар. Приветствую вас, мои дорогие телезрители! Поздравляю вас с первым днем начала учебного года и с Международным днем языков. День языков – признак дружбы. Программа «Тильдарын» основана на изучении языков. В этой программе вы ознакомились с латинской графикой, научились писать и читать. Надеюсь, это будет полезным для вас в будущем и искренне желаю всем сердцем и душой всегда любить свою страну, гордиться родным языком и прославлять свою культуру. Пусть язык всегда останется сильным и мощным инструментом не только общения, но и развития. Знаний много не бывает. Активно проявляйте свои возможности, делитесь своими знаниями, делайте свою школьную жизнь разнообразной. Не прячьте свои таланты, раскрывайте свой потенциал и стремитесь к покорению вершин. Поздравляю еще раз с праздником. Учитесь, дерзайте. До скорых встреч. Ждем вас в новом сезоне Тильдаран. Hello, my dear friends. I congratulate you with a new academic year. And today is the main holiday in Kazakhstan. It is International Day of Languages. So everybody should know 3 languages. They are Kazakh is the nation, Russian is communication, and English is the world language of science and innovation. This program was created for you, and I think it was interesting, and you learn a lot of words, not only English but Kazakh and Russian. Also, you get to know new Kazakh alphabet, and you try to read and write. I hope this information will be useful for you and improve your knowledge. I congratulate you with this holiday. I wish you success in your academic year. We have to respect all languages in the world. See you soon. We are waiting you next season. Қымбатты кішкентай бүлдіршіндер, сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер мерекесі күнімен құттықтаймын. Биылғы жаңа оқу жылында Ақтөбе облысы тілдерді дамыту басқармасы, тілдерді оқыту орталығы жаңа өнімі білімді балақай, балаларға арналған өлеңдер жинағын латын графикасында жарыққа шығарды. Бұл жинақ сіздерге қазақ әліпбиінің жаңа белесі, латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін жан-жақты меңгеруге, әліпбидегі әрбір таңбаның оқылуын, жазылуын үйренуге зор ықпал етеді. Сонымен қатар бұл жинақта жерлес ақынымыз, ұстаз, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Сағадат Сағидоллақызының өлең шумақтарын жаттайтын боласыздар. Бұл өлеңдер сіздерді елжандылыққа, адамгершілікке, ата-анаға құрмет көрсетуге, білімді болуға шақыратын өлең шумақтары. Сүйікті көрермендер, Тильдарын бағдарламасы өз жұмысын аяқтады. В передаче «Тильдарын» участвовали самые талантливые дети. Ардақты көрермен, келесі маусымда жүздескенше біз секілді ұрпаққа дұрыс бағдар берген, түрлі тілдерді үйренуге көмектескен, ой-өрісті дамытқан Тильдарын бағдарламасы келесі маусымда өз жұмысын қайта жандандырады. Сау болыңыздар!